Сәлем достар, бүгін біз сіздермен қазіргі таңдағы барлық заттарын кез келген дүкеннен ала алатын пайдалы әрі ауызашарға тез дайын болатын салаттың түрін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қазір қызылша және де лоба, сәбіз, қалған заттары бізде дайын заттар, яғни дүкеннен алып келіп қоя салатын заттар. Өте оңай салат қыздар, сіздер де жасап көріңіздер. Ауызашарға өте тез әрі пайдалы, тойымды болып жасалынатын салаттың түрі. Қыздар, менің видеоларым барлық ұнап жатқан болса, төменде лайкты басып, және де тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде подписаться батырмасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Менің парақшамнан көптеген пайдалы және де тез оңай жасалынатын рецепттерді көп таба аласыздар. Сондықтан да міндетті түрде маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Және де қолдай өтіңіздер. Мінекей біз барлығын өткізіп болдық. Енді осындай кішкене тереңірек тарелкамызға алып, барлығын осылай ретімен қойып шығамыз. Мінекей қыздар, біздің салатымыз дайын болды. Енді қазір ортасына майонезін қосып, дастарханға қойып ұсынсаңыздар болады. Көріп тұрғандарымыздай өзінің түрі де әдемі, және де қосылған заттарының барлығы пайдалы заттар. Майонезді қосып болғаннан соң, егерде қонаққа болатын болса, қонақтарыңыз келердің алдында ғана араластырғандарыңыз үшін, өйткені біздің ішіндегі картошка пайымыз қытырлап әдемі болып тұрады. Қыздар, сіздер де жасап көріңіздер, міндетті түрде сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Және де қазір осы салаттың жанына оңай, тез дайын болатын біздің блинчиктарымызды да дайындап көрсететін боламын. Соңына дейін қарап, міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер қыздар. Мінекей бізге қазір жұмыртқа және де растительное масло дейміз ғой, өзіміздің күнделікті тамаққа қолданып жүрген майымыз, қантымыз, тұзымыз және де ұнымызды, сүтімізді қосып барлығын бірдесен араластырып аламыз. Және де бұл жерде ең маңызы біздің блиніміздің дұрыс және ажурный болып шығатыны, ол біздің қайнап тұрған суымыз. Яғни қайнап тұрған су қосатын болсаңыздар, барлықтарыңыздың бірдестен бір жасағаннан шығатын блиныларыңыз дайын болады. Сондықтан да қыздар, сіздер де менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Мінекей қыздар, осындай консистенцияда болу керек біздің массамыз. Енді қазір табамызды қыздырып, ең алғашында бірінші кезде біз
міндетті түрде щеткамен майлап жіберіңіздер, ал одан кейінгі кездерінде майлаудың қажеті жоқ. Енді қазір осындай шпажкамен жан жақтары қызарған кезінде алып, келесі бетіне аударып, ары қарай жасай бересіздер. Содан соң қыздар, бізде отбасымызда блиниді кішкене қызартып жасағанды ұнатамыз. Негізі көп адамдар блиниді ақшыл қылып та жасағанды ұнатады. Сондықтан да сіздер өздеріңіздің отбасыларыңыздың ыңғайына қарай қалай жақсы көресіздер, сол түсте, яғни ұзағырақ ұстайтын болсаңыздар, осындай болып шығады. Егер де кішкене ақшыл қатты қызыл емес қылып жасайтын болсаңыздар, онда сіздер көп ұстамастан келесі бетіне аударып жасай берсеңіздер болады. Және де қыздар, мен ең соңында сіздерге қазір көрсете өтемін. Менің жасаған тары мен десертімнан біз осы блинидің ортасына салып жеп көрдік. Өте дәмді, нағыз ауызда еритін блины болады екен. Ол менің тарыдан жасалған рецептім. Алдыңғы видеоларымнан таба аласыздар. Сіздер де сонымен жасап блиниді бірге жеп көріңіздер. Сіздерге де өте қатты ұнайды деген сенімдемін. Барлықтарыңызға қыздар ас болсын, менің видеомды көріп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мені қолдай кетіңіздер. Сау болыңыздар.